Сөйлеу мәдениеті бұл тек дұрыс сөйлеу емес, бұл адамның ішкі мәдениетінің, білімінің және парасатының айнасы. Тіл білімінде сөйлеу мәдениеті жеке сала ретінде қарастырылады және оның өзіндік зерттелу тарихы бар. Сөйлеу мәдениеті болу үшін сөз бірінші кезекте дұрыс грамматикалық нормаға сай, таза, бөтен сөздерсіз, дәл және қисынды болуы шарт. Алайда бұл ұғымды тек сыпайылықпен шектеуге болмайды. Нағыз сөйлеу мәдениеті өз ойын батыл, қайсарлықпен, бірақ әдеп сақтай отырып жеткізе білу. Қазақ тіл білімінде сөйлеу мәдениетінің іргетасын қалаған ғалымдардың орны ерекше. Ахмет Байтұрсынұлы, ол тіл құрал еңбегінде сөздің дұрыс жұмсалуын, тіл тазалығын алғашқы болып ғылыми негіздеді. Сөйлеу мәдениетін дамытудың негізгі көзі ауыз әдебиеті мен жазба әдебиеті. Ертегі тыңдап, батырлар жырын оқып, уызында жарған ұрпақ төл тілдің қадірін сезініп өседі. Тілдік нормаларды сақтамау, ашу ызаға бөктіретін арзан сөздерді қолдану мәдениеттің төмендігін көрсетеді.